Мақсатымыз жол соңына дейін халыққа қызмет көрсету орталығының жүктемесін 50%-ға дейін азайту. Осыған байланысты мүдделі мемлекеттік органдарға жол карталарын уақытылы және сапалы іске асыруды тапсыруды сұраймын. Мысалы, ең сұранысқа ие қызметтердің бірі жеке куәлікті ауыстыру. Бұрын азаматтардың халыққа қызмет көрсету орталығына келуі, фото түсіруі және ұзақ кезекте тұруы қажет болатын. Айдың соңына дейін бұл процесс толығымен онлайн форматқа көшіріледі. Біз процесстерді сәтті сынақтан өткіздік және фотосуреттің талаптарға сәйкестігін маманның орнына жасанды интеллект модель бағалайтын жүйені оқытуды аяқтап жатырмыз. Процесс барынша қарапайым, идентификациядан өту, фото мен қолтаңбаны жүктеу, онлайн төлем жасап, құжат дайын болғаны туралы SMS күту. Кезексіз бармай-ақ бәрі үйден шықпай жасалады. Аталған сервис шамамен 1 миллион азаматтың халыққа қызмет көрсету орталығына бару қажеттілігін жояды.